Арма көзсүйер қауым, сіздерді онлайн талқыла көзінде көргенімізге қуаныштымыз. Сіздерді бүгін 3 кезең күтіп тұр. Үзілісті кез келген уақытта жасай аласыздар. Жалпы ойын ережелермен таныс болыңыздар. Сұрақты мұқият тыңдаңыз, топпен талқылап, қағазға жазып өткізсеңіздер болады бір-бірлеріңізге. Дыбыссыз режимге қойыңыздар телефондарыңызды және Google іздемесін пайдалануға болмайды. Алғашқы кезең беташар, бұнда 7 тест сұрағы беріледі, ойлануға 30 секунд. Сонымен алғашқы сұрақ: төмендегі планеталардың қайсысы өз осінен сағат тілінің бағытымен айналады? Марс, Меркурий, Шолпан, Юпитер. Келесі екінші сұрағымыз: Исландия еліндегі жаңа жылда берілетін ең танымал сыйлық? Кітап, свитер, шұлық, гаджет. Үшінші сұрақ: қандай клуб чемпиондар лигасын жеңбеген? Ноттингем Форест, Атлетико Мадрид, Цервена Звезда, Аякс. Төртінші сұрақ: белгіленген мемлекетті табыңыз. Болгария, Словения, Албания, Румыния. Бесінші сұрақ: Еламан қандай кітаптың бас кейіпкері? Қызыл жебе, жусан иісі, қан мен тер, аңыз адам. Қай мемлекеттің атауын еркін ел деп аударады? Лаос, Таиланд, Камбоджа, Сингапур. Және соңғы сұрақ: Назардар командасының мүшелерінде қандай түстегі костюм болмады? Ақ, сары, қызыл, ашық сары.
Алғашқы сұрақ қандай фильмнен алынған? Диалог. Түрке, тағдырға мойын сұнған дұрыс. Енді кетеріңізде ашуланбай кетіңіз. Мен неменеге ашуланам? Сен сияқты байғұстар өмір бойы жазылмайтын әнімді жаздым. Қалған Құдай өз реттер. Ол әніңмен кімді таңғалдырам деп ойлайсың? Ондай ән толып жатыр арамызда. Сахарадағы жалғыз ағашты жұлып тастағаннан не ұтасың? Екінші сұрақ. Warner Media компаниясының бір бөлімшесіне кіретін суреттегінің қазіргі атауын жазыңыз. Үшінші сұрақ. Орындаушыны табыңыз. Шыман сүйген жаным кім құя алады, алыстарда жүрсін де сен жадымда. Болғайсың сүйгенімді неге жаным түсініп болмайсың. Әлемнің сан түрлі бояуына іштегі сезімдер боялды ма? Сен мені бүгін бір ойладың ба? Дауыс иесінің мамандығын жазыңыз. Осы салада білім болмаған кейін кейде көпшіліктер қалай 3 рет атады дейді. Тұрдыңыз ба? Ондайныкін сол 3 оқтың бәрі адамдық өміріне қауіпті келтірді ме жоқ па? Мәселе сонда. Егерде сол 1-2 оқтықы адамдық жүректеріне, бас мияна, болмаса үлкен тамырларды зақым келтірмесе, адам бірден өліп қалмайды, тез өліп қалмайды. Бесінші сұрақ. Қандай компьютерлік ойынның саундын естіп отырсыз?
6-шы сұрақ. Суретте интернет арқылы кино билеттерін сатып алу қызметін жарнамалайтын постер. Біздің жасырғанымыз осы мәтінде 16 рет қолданылды. Фильм атауын қалпына келтіріңіз. Және соңғы сұрақ, сізде бар шеудің біреуін жазыңыз. Түрке, тағдырға мойын сұнған дұрыс. Енді кетеріңізде ашуланбай кетіңіз. Мен неменеге ашуланам? Сен сияқты байқұстар өмір бойы жазылмайтын әнімді жаздым. Болмайсың әлемнің сан түрлі бояуына, іштегі сезімдер боялды ма? Сен мені бүгін бір ойладың ба? Осы салада білім болмаған кейін кейде көпшіліктер қалай 3 рет аттады дейді. Тұрдыңыз ба? Одан кейін сол 3 оқтың бәрі адамдікі. Алғашқы сұрақ. Назарларыңызда Қытай елінде танымал болған әлеуметтік постер суреттегі адамдар бір ойынға сілтеме жасап тұр. Қандай? Екінші сұрақ. Бұл компания 1917 жылы Детройтта ұшақ қозғалтқыштарын жасау үшін құрылған. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін беделді автокөліктерді шығарды, бірақ қаржылық қиындықтарға байланысты Хенри Фордқа сатуға тура келді. Егер компанияның ақш президенттеріне арналған көлік түрін жасау тәжірибесі бар болса, компанияны табыңыз.
Үшінші сұрақ. Жеңіске жету үшін артқа жүру керек бір ғана спорт түрі бар. Кезінде Олимп ойындарының бағдарламасына да енген. Бұл қандай спорт? Төртінші сұрақ. 1978 жылы американдық Джонни Дейл тауық жұмыртқасын 98 метр 51 сантиметр қашықтыққа лақтырып рекорд орнатты. Бірақ таңғаларлық жағдай сол күні сәл уақыттан кейін болған Кит Голустың жетістігі. Бұл қандай жетістік? Бесінші сұрақ. Қандай әлеуметтік желінің атауы жасырылған? Бұған қатысты рекорд туралы айтқанда Мария Тереза кезіндегі Австрияны еске түсіруге болады. Онда бұл 16 жылға созылды. Ресейде 25, ежелгі Римде 30. Елімізде алғашында 2 жылға созылып, кейін 18 есе қысқаруға дейін барған. Бұны көрші әріптерден тұратын 2 сөзбен жазыңыз.
Және соңғы сұрағымыз, французша Библиядағы картинада Құдай альфаны жерді жаратып жатқанда пайдаланған, және картинаның өзін салған кезде авторда пайдаланған болуы керек. Альфа не? Осымен үшінші кезеңіміз тәмам. Дұрыс жауаптарды назарларыңызға 10 секундтан кейін ұсынамыз. Алғашқы сұрақта дұрыс жауап Сулейфа. Әлбетте ойыншылардың қолдарына қарасаңыздар, осы ойынның элементтерін көруге болады. Ал екінші сұрақта дұрыс жауап Линкольн болады. Себебі Линкольн автокөлігі, сонымен қатар ақш-тың президенті де. Үшінші сұрақтың дұрыс жауабы арқан тартыс. Артқа жүріп жеңіске жетуге болатын тек қана осы спорт түрі. Қызық, 1978 жылы осы Джонни Делл лақтырған тауық жұмыртқасын Кит Голус қағып алған, және бұл да бір өзіндік рекорд. Әлеуметтік желінің атауы, жұмыс үстелінде ноутбук алдында тек LinkedIn әлеуметтік желісі сәйкес келеді. Елімізде алғашында 2 жылға дейін барған және 40 күнге қысқарған әскерге бару. Ал соңғы сұрақта француз Библиясындағы картинада Құдай циркульді пайдаланып жатыр, және картинаны салғанда суретші циркульді пайдаланған болуы керек. Осымен ойын аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған талқыла квиз. Бізді белгілеуді ұмытпаңыздар.